баланың бауыр етінен жаралады дейді. Мінекей осы уақытқа шейін жалғыз өзіңіз осы қыздарды еш уақытта ешкімге қаратпай, қанатылға қақтырмай, тұмсығына шоқтырмай, осы дәрежеге әкелдіңіз. Енді міне қызыңызды шын үйіне ұзатар екенбіз. Қызымыз менен күйеу баламызға өзіңіздің жүрегіңізден шыққан ақ патияңызды беріп, мына бар қызымызды күйеу баламызға аманат етіп тапсырамыз. Ассалаумалейкум, құрметті қадірдан, осы құбыларым, тұсқан тұғаларым, ағайлерім, бәршеңізге өйлі рахмет. Мен бүгін қызымды сол ұзату арқасында Allah'ıma sorsansın şükür. Prezidentlerin arasında bir işe geçirdiğim gibi. Analık parazında. Uçuyor olsun da imkaniyet verdiğinde Allah'ıma sorsansın şükür. Benim geçirdiğimde Allah'ıma sorsansın şükür. Bunun hem erkesi hem anası da koşuyorlar. Sonra Kamal'a amanat toplatırbatman. Kızım Allah'ım sana amanat. Sen Allah'ım toplatırbatman. Şunu kırmacılığınız, tratajolgasınız olsun. Şariyalar olsun. Allah'ı ve selamına var. Kulağına nazirleri var. Nazirlerini şakşan bozkunu ayız. Antımda niyetli Munavvara деп koydum. Kabanın, Muhaddis Kabanın kalasının atı. Сол Kabaday таза, пәк, адал, Құдайым өмір болсын, таза, адал, пәк болмай. Осыларыңызбен қосаға, үгілері шынылы болып, Алла Тағалам ұлдан, қыздан, Құдайым қыспағай. Жүзге жарық болғай. Құдағай тамам сол жалғыз өзі сол ұлды осындай көп дәрежеге жеткерген. Ендігі жағында солардың қысығын көру, бұйырғай, денсаулығы бекем болғай, ұзақ жас, мазмұнды өмір сүрге. Құдайым біздердің сол жүзімізді жерге қаратпайтындай бір ағылар, семья болып жеткізгейсіз. Бақытты бол қызым. Рахмет, анасының көзіне келіп атырған жаслар, бұл әлбетте қуаныш жаслары. Ешбір анаға аңсат емес, осы уақытқа шейін тәрбиелап, камалға келтіріп, жанында сақлап, міне бүгін уақыты сәті келгенде қызын өзге шаңыраққа аманат ету. Қыз баланың қызметі сол басында, қаналмайды әке-шеше қасында, ер жеткен соң кетіп қалар арасында, қыз ұзату қиын екен анаға. Үйдің жарасығы көзал маралы, жат жерлерге келін болып барады, анаң байғұс көзін жаслап қалады, қыз ұзату қиын екен анаға. Неке бүгін Мұнаввар қызын балалық пенен ата үйіменен қошласып, бүгіннен бастап шын үйіңе қадем тастайсың. Әрбір шаңырақта ата-ана бұл перзенттің камалын көру дейді. Неке бүгін анаңыз Рита һәм аталық һәм аналық парызын орындап, сізді өз қолдарыменен күйеу баламызға аманат етуде тұрды. Міне ата-анаң бүгін міне сізге ел халықтың ақ патияларын алып беріп отырды. Осы жерде үлкен ата әжеңнің жолларын сіздерге берсін деп қаламыз. Неке анаңыз Ританың анасы марқұм анамыз Бибайша апамыздың өніп өскен шаңырақтан шыққан перзентлердің бірісен. Соның үшін барған жерде еш уақытта осы шаңырақтың абырайын түсіріп алмағайсаң. Ендігі жағында барған жеріңде сол шаңырақтың керегесін құлатып алмай, сол шаңырақты бақытлы қылу енді сенің қолыңда. Бүгін міне анаңыз құда-құдағайларын шақырып, үлкен тойлар беріп атыпты. Бүгін міне қызымызды шын үйіне аманат етер екенбіз. Осы жерде Құдағай апамыз, Қызыларгүл апамызға айтарымыз, бүгін міне анасы Рита Мұнаввар қызымызды сіздің шаңыраққа аманат етеді.
Anası ısvaqqa şekem tarbiyaladı, kamalga keltirdi, ne bilgenin üretti. Endigi жағында kayın yenesi Kızlargül apamızdan iltimas, kızımızın жақсысын asırıp, jamanın jasırıp, kalgan tarbiyasını беру endi өзінің қолында болады. Al kүйеу bala mine bugün sizge aytarımız, Munavvar kızımızды anası Rita sizge amanat eter eken, her bir şаңырақта kız bala kүйеу balaga amanat etip tafsırladı. Kızımız ısvaqqa şekem anasına süyenip және de ağalarına, tuğan tuğsalarına süyenip жасап келді. Bugün endi kızımızды sizge uzatar ekenбиз, осы kızımızды қоллап, қуатлап, hamishe осы kızımыздың жанында болу endi sizin қолыңызда. Mine екі жақтың analары sizlerге арнап үлкен тойлар беріп атырыпты. Sizlerдің арманларыңызды орындап атырыпты. Ендігі жағында бір жақсы қожалық болып, ауызбіршіліклі болып, үлкен қожалық болу енді сіздердің қолыңызда. Сол уақытта аналарыңыз сіздерге рахметлер айтады. Екеуіңіз ауызбіршіліклі, сабырлы болуға харекет етін. Себебі өмірдің ащы-дұшылары болады, жетер-жетпестері болады. Анекей сол нәрселерге Munavvar сіңлім сіз шыдап білуіңіз керек. Сол қиыншылықтарға шыдасаңыз, ертеңгі күні бәленден көрінетұғын шаңырақ болып жетсесіз. Ал Munavvar сіңлім сізге айтарым, келін келсе аяғынан, шопан келсе таяғынан дейді. Әлайым неке Kızlargül апамыздың шаңырағынан қадем таслар екенсіз, сол шаңыраққа таслаған қадемің оңынан келіп, hamishe сол шаңырақта жақсы ниеттер көп болсын. Міне анаңыз һәм де туған туысқаларыңыз сізге арнап, үлкен сауға саламларын беріп атырыпты. Сол сауға саламларын күйеу баламыз бенен бірге жақсы күндеріңізге пайдаланғайсыз. Mine ешкімнен кем қылмайын деп перзенттерін оқытып, камалға келтірді. Рита болса міне сізді де ақ жуып, ақ тарап, осы дәрежеге әкелді. Ендігі жағында анаңның жүзі жұқары болсын десең, барған шаңырағында тастай батып, судай сіңіп, сол шаңырақта өніп өскесең. Ал Munavvar сіңлім енді ата үйіне келетігін болсаң, қайын енеңнің рұқсаты менен, ал онан соң өмірлік жолдасыңның рұқсаты менен келгесең. Әр уақыт үйіне мейман келгенде қабақ шытпай, сол мейманларды жақсы күтіп алу енді сіздің қолыңызда. Әр уақыт өмірлік жолдасыңызды сыйлаңыз. Себебі әр бір шаңырақта ер азаматтың орны ұлы болады. Неке Munavvar сіңлім аз да болса сізге білген ақылларымды айттым. Ендігі жағында сол шаңырақта өніп өсу сіздің қолыңызда. Бүгін міне анаңыз Рита сізге арнап Қарақалпақ халқының мүлделігін жойтпайын деп хаужарлар айттырып ұзатып беріп атырыпты. Хаужарлар менен ұзатылу әр бір шаңырақта қыздың арманы. Осы жерде тойханамызға жиналған бәрше мейманларымыздың үйлерінде осындай ұлды ұяға қызды қияға қондыру тойлар несіп етсін. Сіздің сіңлілеріңізге де достарыңызға да ұзатылу несіп етсін деп қаламыз. Ендігі нәубет қызымызға арналған хаужар қосығына беріледі. Хаужар қосығы уақытында жасылкен әжелері қызымыздың маңлайынан сүйеміз. Соңынан достары, туған туысқандар, анасы қызымызбенен көрісіп, соңынан қызымызды күйеу баламызға аманат етіп тапсырамыз. Ұзаққанда қыз-жылар, өксіп аужарай, қайда менің қыздағы, наузым-ау деп аужарай.
енді қызымызға үлкен ата әжелерінің жолын берсін дейміз, анасы Ританың жолын берсін дейміз. Соның менен бірге қыз баласы ұзатылғанда жанына қыз жеңгелері қойылады. Себебі осы қыз жеңгелердің жолын мына бар қызымызға берсін деп қаламыз. Ал не күйеу баламыз, қызымыз сізге аманат. Осы қызымызды қоллап қуатлап көзінен жас ақтырмау енді сіздің қолыңызда. Айналайын, ай қызым, шашбалары қырмызым, ол қыздарым ішінде орны бөлек. Шаңырағында тойларға ласын, анасы Рита осы ұл қызлардың қызығын бірге көрсін деп қаламыз. Қызымыз барған жерінде бақытты болсын, тастай батып, судай сіңіп, үгірлі-шүгірлі болып, өніп өссін деп қаламыз.